Сәлем жүлерім, қалдарыңыз қалай? Көптен бері видео түсірмеппін. Енді бастайық. Бүгін бізде еріншектік пен демалыс темасы, тақырыбымыз. Еріншектік деген не? Көбісі еріншектік деген бір жаман, жеңуге қиын привычка дейді ғой. Сол привычка деп ойлайды. Немесе бір күнә сияқты қабылдайды еріншектікті. На самом деле еріншектік бұл біздің ағзамыздың қорғаныс механизмі. Яғни дене шаршауға келген кезде, немесе мотивациямыз түскен кезде, режим дня дейді ғой, сол режим бұзылған кезде, самодисциплина бұзылған кезде еріншектік пайда болады. Яғни еріншектіктің конкретный, четкий причиналары болады, себептері болады. Бұл шаршау. Кстати, шаршау туралы менде жақсы видео бар. Астында сілтемені қалдырамын сол видеоға. Шаршау. Сонымен қатар дисциплина, режим бұзылуы дедік. Үшіншісі бұл демалыс талабына 1000 рет жоқ деу. Не деген сөз бұл? Например, сізде заңды 2 демалыс күніңіз бар дейік. Сол демалыс күні демалудың орнына біз жұмысымызды үйімізге әкелеміз. Үй тапсырмасын мектепте, университетте үй тапсырмасын істеген сияқты жұмысты да өзімізбен бірге әкелеміз. Өзіміздің жан ұямымызға уақыт бөлудің орнына өзімізге, спортқа, қыдыруға, достарымызбен қарым-қатынас құруға, соған жаратудың орнына уақытымызды біз оны жұмысқа жаратамыз. Немесе тағы да бір үйдің тірліктері шыға береді ғой, соны істейміз. И воскресенье, жексенбі күні кешке өзімізді демалғандай сезбейміз. Қайттан осы дүйсенбі күні жұмысқа бару керек, ертең азанда ерте тұру керек деп өзімізді қатты бір қайғыға ұшыратамыз. Өзімізді солай бір демалмаған, шаршаудан шаршаған адам сияқты сезінеміз. Осындай замкнутый круг дейді ғой. И қалай шығамыз осы замкнутый кругтан? Ерте ма, кеш па, дене төзімділігі аяқталады. Дене төзімділігі аяқталған кезде бізде сол механизм, еріншектік механизмі пайда болады. Сонда келесі выходнойда немесе отпускта вообще тіпті еш нәрсе істегіміз келмей жатамыз. Екі аяғымызды көтеріп, телефонымызды шұқылап, солай суббота, воскресенье де өтеді, бір айлық отпускымыз да өтеді, түк істегіміз келмейді. Негізінде адамдар ойлайды, бұл демалыс қой, мен демалып жатырмын, мен диванда қазір отырмын, телефонымды шұқылап отырмын. Яғни мен демалып жатырмын деп ойлайды, бірақ бұл ошибка. Бұл демалу емес, бұл восстановление. То есть организмнің энергиясы соншалықты таусылғаны, что бізге бір восстановительное время керек. Бірақ бұл әлі демалыс емес. Демалыс бұл күнделікті іс-әрекеттен тыс әрекет. Не деген сөз бұл? Басында айтып өттім ғой. Демалыс күні біз жан ұямымызды алып, паркке шығып, жаңадан ашылған бір ресторанға шығып, немесе достармен кездесіп, немесе бір табиғат алаңына шығып, бір жаңа тірлікті үйрену, жаңа хоббиді ашу. Сол сияқты тірліктер бұл бізге мидың, психиканың демалуына әсер етеді. Демалыс бұл кәдімгі тамақтану, ұйықтау, сию, тұшу сияқты қажетті, өте маңызды сфера, үлкен сфера. Егер бізде демалыс болмаса, біз продуктивті жұмыс істей алмаймыз. Жұмысымыздың качествосы жоғалады, сапасы жоғалады. Істеген жұмыстың ешқандай пайдасы болмайды. Мысалы, егер сіз сатушы болып жұмыс істесеңіз, суббота, воскресенье күні демалудың орнына, допустим, бір тірліктер жасадыңыз. Сол тірліктеріңіз көбейе беріп, шаршағаныңыз уже былай толып кеткен. И вот, допустим, сіз жұмысқа шықтыңыз,
аптаның ортасында сізге клиенттеріңіз келіп тұрады. Неважно, сатушысыз ба, немесе сол бизнестің қожайынысыз ба, не имеет значения, где вы работаете. Вот клиенттермен, басқа адамдармен жұмыс істесеңіз, сіздің шаршауыңыз толған сайын во-первых, жұмысқа шығуға еріншектік пайда болады. Во-вторых, клиенттер келген кезде клиенттерге қуанудың орнына, оларды қуанышпен, бар тәрбиеңізбен қарсы алудың орнына, қашан кетеді осылар? Миды аштырып жіберді ғой, сұрақтары бітпейді екен, қашан алды болады, қашан шығам мен осы жерден деп өзіңіздің раздражениеңіздің пайда болғанын сезесіз. Барлығы бір жақпайды, мазаңыз кеткен, адамдармен сөйлесе алмайсыз, энергияның таусылғаны деген сөз бұл. Егер біз басқа адамдармен жақсы бір жай сөзбен, мейірімді сөзбен сөйлесе алмасақ, егер бұған біздің ынтамыз болмаса, мазамыз болмаса, бұл біздің энергиямыздың жоқтығын, біздің шаршағанымыздың көрінісі. Өзіңізді еске түсірсеңіз болады. Настроениеңіз күшті ұрып бара жатқан кезде, далаға шыққан кезде, магазиннен бір су алған кезде, сатушымен өзіңіз бір жылы сөз айтқыңыз кеп тұрады. Бір күлімсіреп, настроениясын көтеріп, көрген прохожийларға күліп, барлық істеріңіз оңай, просто осылай по щелчку раз істеліне береді. Күн деген күшті өтеді, дұрыс па? Потому что біздің настроениямызға ең бірінші қатты әсер ететіні бұл демалыс. Неғұрлым өзімізді демалғанда, ұйқымыз қанып, тамағымыз тоқ, рахат сезінсек, соғұрлым біздің жұмысымыз да, өміріміз де жүріп кетеді. Өзіңізді еріншектігіңіз үшін ұрыспаңыздар. Наоборот, еріншектік қайдан пайда болды? Неге мен қазір сол еріншекті сезіп тұрмын деп өзіңізге сұрақ қойсаңыз, анализировать етсеңіз, бұл мәселені тез шешуге болады. Итак, жұлдыздарым, осымен все. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыз болады. Немесе егер сіз өзіме анализ жасай алмаймын, еріншектіктің қайдан пайда болғанын біле алмаймын, тани алмаймын, мотивацияны жоғалттым деген ойлар болса, маған консультацияға жазылсаңыз болады. Жазылу үшін комментарийға немесе инстаграмыма өтіп, директке сообщение жазсаңыз болады. Осымен все. Всех целую.